берілген гистограммамда тұр. Ал енді арифметикалық орта дисперсия стандарт ауытқуды қалай табуды көрсетейін. Бұл жерде арифметикалық ортаны бірінші табу үшін біз білеміз, арифметикалық ортаны табу үшін осы 100 санын барлығын қосып 100-ге бөлуіміз керекпіз. Мен оны былай деп оңайлаттым. Әрбір қатардағы міне сандарды қосып шықтым. Мынау екінші қатардың сандардың қосындысы. Келесі үшінші қатардағы сандардың қосындысы. Мынау төртінші қатардағы мына сандардың бәрі 26, 16, 59 барлығын осы 51-ге шейін қосып шықтым. Мына Excelмен мына сөйтіп, енді осы әрбір бағандағы сандардың барлығын қосып 100-ге бөлемін. Сөйтсе бізде арифметикалық ортасы 52,153 болады. Ал енді арифметикалық ортаның квадратын табу үшін бізде мына әрбір санды квадраттап қосып шығу керек. Мына қатардағы әрбір санды квадраттап қосып шығып, мына жерге жаздым, барлығында квадратталған және қосып шықтық. Енді мына жақта осы әрбір бағандағы сандардың барлығын қосып 100-ге бөлеміз. Сол кезде 3096,1 деген сан шықты. Енді дисперсия дегеніміз осы x квадраттан азайтамыз арифметикалық ортаның квадратын. Сонда 3096-дан азайтуымыз керек біз. Жоқтап алғанда енді 52-ның квадратын. Сонда 336,100-ден жоқтап алғанда 6 болады. Енді стандартты ауытқуды табу үшін дисперсияда шыққан санды түбірдің астына шығарамыз. Сонда 336-ны түбірдің астына шығарған кезде ол жоқтап алғанда 18-ді құрайды екен. Есеп сіздерге түсінікті болса, онда видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.